Сәлеметсіңдер ме менің оқушыларым, тыңдаушыларым, және осы менің арнама кездейсоқ келгендер. Бүгінгі шолуымыз Қытай тілі оқулықтары болмақшы. Міне менің алдымда осы Қытай тілі оқулықтары. Мынау Кондрашевский деген авторы. Бұл кітап оқулық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Сол жақтағы мынау мектеп үшін. Мектепте көбінесе 5-ші класстан, 5-ші сыныптан бастап оқуға арналған. Енді мына Кондрашевскийдің кітабын бір шолып өтейік. Мына жерде жазылып тұр. Жоғары оқу орындарына арнайы тіл оқу орындарына шет тілдерін оқитын арналған. Мынау соның структурасы. Бірақ тіл білмейтін, мысалға адамдар үшін де мынау бірінші сабақтан бастап менің көзқарасым бойынша мынау өте қиынға түседі. Мысалға мынау мен Қытай тілін оқығым келеді деп осы кітапты қолыңа алсаң, бұл кітаптан бірден атқа мініп шауып кету енді өте оңайға түспейді. Қазір бізде мынандай терең шет тілін терең оқитын арнайы мектептер көп. Соны бітіріп келген оқушылар әрине бірден игеріп кетеді. Өйткені бұрын осы Қытай тілін былай хабардар болса, мынаны бірден түсініп кету оңай. Біз көп нәрсе жаңағы мынау институтқа келген кезде бәрін қайталаймыз ғой. Қаншама жоғары математика деп аталса да, жаңағы біздің оқулығымыз жоғары оқу орнында бәрібір жаңағы элементарный математикадан басталады сабақтар. Мүмкін жаңағы мынау әбден сүзгіден өткізген сияқты жаңағы бір қалдырып кеткен нәрсеңді оны орнын толықтырып, содан кейін барып жаңағы бәрін есіңе алып, элементарды математика, содан кейін барып жаңағы жоғары математика бүйтіп көтерілесің, содан кейін барып оқи бастайсың. Мынау да сол сияқты деп ойлаймын, өйткені бірден мынаны алып оқып кету өте қиын. Бізде кезінде жаңағы оқысыған ұқсас Задоенко деген бір авторы сондай да бір оқулық болған. Сол бойынша енді соған ұқсас мынау несі да кітаптың өзінің структурасы да бәрі де. Мынау керек болып қалатын бір мағлұмат екен, керек болып қалатын жаңағы мынау соны былай дайындап қояды. Сондықтан алғаш мәрте осы Қытай тілімен танысам, бірінші сабағын бастайым деп сондай адамдарға бұл кітап арналмаған деп есептеймін. Мысалы, мен үйде отырып Қытай тілін біліп аламын деген адамдарға бұл оқулық мүлдем жарамайды. Өйткені өте қиын игеру. Негізі Қытай тіл туралы айтатын болса, Қытай тілі ең осы қиын тілдердің біріне жатады. Өйткені ал қазақ тілі енді ең оңай тілдерге жатады. Сондықтан ең алдымен былай мектеп оқулықтарынан бастау керек. Міне қазір
келесі мына қолымда ұстап отырған мені қытай тілін үйрен деген осындай бір бастапқы деңгей оқулығы. Мен осымен де оқытып көрдім. Ол да бірден нетіп кетеді екен, шауып кетеді екен. Қытай тілін оқимын дегендер. Әрине, бұл Қытайдың тарихы, мәдениетін және тілін үйрететін оқулық. Мынау бірінші бөлім дейді. Міне бірінші сабақ. Бірінші сабақтан бірден маған ұнамайтын жері, бірден ішінде жазулары, содан кейін бірден дауысымен, фонетикасымен. Фонетика деген үн ғой, үн шығару шет тілінде оңай нәрсе емес. Сондықтан бұл оқулықты да мен былай шетке қойдым. Мынау келесі қазіргі осы заманауи оқулықтардың бірі. Мынау мектепте 5-ші сыныптан бастап 2-ші тіл үйрете бастайды. Сондықтан 5 деп жазылып тұр, 5-ші сыныптан. Бірақ бұл 1-ші сынып деп есептей бер. 1-ші сынып. Мынау. Енді әрине қазір мен ашып көрістім. 1-ші сабағы қалай басталады деп. Бұны да түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам түсінбейді. Міне 1-ші бөлім. Міне бірден нихау деп амандасып, содан кейін осылай аттарын жазып алып, жазуын тегі міне бірден Бірақ маған ұнамайтын ең несі жері мынау бәріміз латын әріптерін танимыз ғой. Содан кейін тұспалап мына Қытай жазуын білмейтіндер тұспалап мына жерін оқиды. Вот мысалға 20 немесе былай біраз оқығаннан кейін оның өзінде де мынандай қосымша диалогтарында осындай мысалға мына жерде да Жуни Шыңжи Хуайлы деп мынау Қытай жазуларының астына мынандай латын әрпімен қосымша көмек ретінде жазу бар. Оқушыға берсең, оқушы есен шығарып кетсе, мынаны оқи бастайды ғой. Мына сондықтан мына диалогтары бар. Жүреді бір жазуын ұмытып қалса, сол кезде мынаны оқи бастайды. Мынаған сүйенеді. Сөйтіп бұндай оқулық маған ұнамайды. Өйткені егер оқимын деген адам бірден Қытай жазуын жаттау керек. Жаттап білу керек та. Міне енді мен қай оқулықпен оқытам. Міне Ван Луся деген автор. Қазір бұл шығарылмайды. Бұл оқулық. Бұның жазуы бар, үй жұмыстар бар. Мен мынау оқулық арқылы Қытай тілін үйретемін. Бұл тіпті өте ұнайды маған. Мына жерде мынау Қытай жазулары, иероглифтері осы сызықтан құралады. Бір
алтыншы жетінші сабаққа келген кезде мен бұған қосымша мынау смартфонда сөздік қолдану, электронды сөздік қолдануында үйретемін. Мынау қолданбаны ішіне кіргізіп, содан кейін мынау жазуында мысалы былай. Міне осыны қолдауын үйретемін. Сол кезде жағым ең күрделі жазу болса да, оны 5-ші сынып болсын, әйтеуір кез келген менің оқушым мына ішіне кіргізіп мәнін біле алады. Мен айтпаймын, ол бәрін біле бастайды. Бірақ мысалға да бір мекеменің мынау бас жағында бірдеңе жазулар болады ғой, мынау не деп жазылып тұр, сөзді көшіріп, мынау тіпті мынау суретін түсіріп, содан кейін барып осы сөздік бұның қандай мағынасы бар екенін жазуын. Сол негізі сөздік қоласында болу, алып жүру, сондай бір әдет үйреткем да, әдетке. Өйткені ылғида сұрайтын осы мысалға мына күрделі болатын болса, мынандай мынаның өзін жаза алады. Міне осы. Бұл бір еді мынау Ваносияның оқулығын бір шолып өтейік. Бұл неліктен осы кітап жарайды, содан кейін бірден іліп кетеді. Неліктен іліп кетеді? Міне еді А, О, И, У, М, Б, Л, Н деген сияқты латын әрпін, 8 әрпін, дыбысын, үнін шығара алады да, бірінші сабақта оқушыларым сол үндерді біріктіріп, мысалы мынау финаль деген соңы, мынау басы, инициаль деген, сөйтіп екеуін біріктіріп, мынандай кесте. Бұл кесте жаңағына мен өзіме мынандай кесте көрсетем оқушыларыма. Міне не бары 400-дей осындай буын бар Қытай тілінде. Міне мынаның бәрі кесте. Міне жақта жаңағы аяқ жағы, соңы, буындардың соңы. Мына жақта басы. Сөйтіп екеуін біріктіріп, сол кезде Қытай тілінің фонетика шыға келеді. Фонетика енді бұдан басқа немесе осыған орай мынау төртке көбейтіледі. Өткен бұл үндеріне байланысты. Үнні дауыс ырғағымен қосылады. 4 ырғағы бар. Бір ырғағында мысалға мынау жалынышты, содан кейін мынау таңданысты деп атаймын да мен. Өткен мысалға А десең жалынышты болып сияқты естіледі. Таңданысты деймін. Дейміз ғой біз жаңағы. Солай ма еді? Сол сияқты жаңағы дауыс сөз соған келеді. Ал мынау мақтанышты деп атаймын. Неге? Мысалға үйде жаңағы еденнің бәрін жуып қойсаң, немесе ыдыс аяқ жуып қойып,
содан кейін мамаң жұмыстан келіп сұраса, мына ыдысты кім жуып қойды, мынау еденді кім тазалап жуып қойды деген кезде, егер сен соны істесең, мен деп сөйтіп жаңағы мынау сәл төменге түседі, жаңағы даусың деп содан кейін барып мақтанышпен мен сөйтесің. Мынау шорт кесу дейін. Соған енді мынадай, мысалға біз бір нәрсе ұнатпасақ, жоқ дейміз да, жаңа бірден мына кесіп айтқан сияқты. Шорт кесіп 4-ші тон дейді. Сөйтіп осы 4 тон сол кезде әрбір жағы мен көрсеткен мына жердегі нелер буындар мынау сияқты ғой. Осыған қарап айтуға болады. Міне мысалы ма дейтін болатын болсақ, міне 4-ке көбейтілді ма. Міне сол кезде 4 түрлі боп үн шығардық. 4 ырғақпен 4 үн шығарды. Сол кезде бір буын 4 түрлі мән береді. Мән. Бізде мысалы ма деген, мысалы мақала десек та, бізде ма ешқандай мәні жоқ қой, мәні былай білмейсің ғой. Мысалы десең мейлі, ала, тау. Оның да деген ешқандай енді сөз болып келеді, солай ма деген сияқты. Деген ол да сөз, бірақ міне ба деп сөзсек, бұл ба деген 8 деген білдіреді. Ба, суыру. Ба деп, содан кейін ба дейді. Сөйтіп 4 түрлі сөздің мағынасы бар. Сондықтан мынау бағана айтып кеткен 400 буынды 4-ке көбейтеміз, сол кезде 1600 болады. Бірақ енді мынандай сызықшасы барлары да бар. Сызықша нені білдіреді? Мен Н мен О қосылмайды. Сол кезде но деген сөз жоқ, оларда ло деген сөз жоқ. Сөйтіп жаңағы буын жоқ та, сөз де жоқ. Сондай. Сондықтан 1600 болады. Енді есептеулері бойынша 1300 сондай буын. Сондай буын болады. Бірақ әрбір буынның өзінің бірнеше мәні бар. Бірақ ол бүгінгі мынау біздің шолуымызға жатпайды. Тіл туралы сөйлеу, тек қана кітап туралы сөйлеп отырмын да. Бұл қандай жақсы кітап па, жаман кітап па? Сол кезде мен мына кітапқа, оқулыққа бірінші орын берем. Өйткені бұған мынау жазуы да бар. Міне менің оқушыларым жазып кеткен. Жазу дәптері, мынау үй жұмыстары. Бұлды кезінде оқып кеткен менің оқушыларым. Үйде не істейсің? Мынаны не етесің? Жазып, жаттап дегендей. Содан кейін мынау кітапқа қарап, кітапты да оқыған кезде біраз оқып. Міне осымен бүгінгі шолуымды аяқтаймын. Жақсы, сау саламат болыңдар.